Базиля Түспекқызы, Сырлы қаба, сұлу марқа. Үшінші тарау, сағыныш сазы. Таң атып келе жатқан кез, әлі де күннің шығуына бірер сағат уақыт бар. Таңғы салқында ауылда көбіне тұман басып тұрады. Шетте орналасқан шағын ферманың жанына сауыншылар жиналып, машина үстіне шығып, бір-біріне жабыса отырысып жатыр. Көбінің еңбек жолдары осы ауылда сауыншылықтан басталған. Бәрі тынбай еңбек етіп, бала шағаларын жеткізді. Барлығы бір кісідей бақташыны тыңдайды. Кімнің сиыры туды, бұзауы қайда, түнімен не болды? Бір-екі әйел от жағылып жатқан киіз үйдің ішінде сауынға ыдыстарын дайындауға кірісті. Екіншілері қазанның астына от жағып, сиырдың желіндерін жууға су жылытып жатыр. Қимылдары ширақ, шапшаң істеп жатыр. Мұның зор маңызы бар. Тура берілген уақытта сиырларын сауып, молоковозға құяды. Төсқайындағы май заводына жөнелтулері қажет. Уақытынан кешігіп қалсан, сорладың дей бер. Сүтін ашып кетті деп қабылдамай қоюлары мүмкін. Қабылдамаған күнде сүтті қайта ауылға әкеліп, қол сепаратормен тартады. Мойындарына қойғызбау үшін кілегейдей апарып тапсырады. Сондықтан жұмысқа бірден кірісіп кетеді. Сөйтіп, сүттің бір қалыпты құйылған сарыны естіле бастайды. Осы сәтті күткен молоковоз да жандарына келіп аялдайды. Әрбір сауыншыда 18-20 сиырдан бар. Бірер сағатта сауып бітірулері тиіс. Не деген жандары жоқ дерсін біздің қайратты аналардың. Соңғы сиырды сауғанда саусақтары қарысып, қарымы талып, белдері жазылмай қалады. Күн көру керек. Талған қолдарына, қарысқан белдеріне қарауға уақыт жоқ. Бәрі жаны ұшырып шаруа қамында. Бір жақсысы, бұғымен сауын сиыр табыны ыңғайлы жерде орналасқан. Қанша жаңбыр жауса да саз болмайды. Жанында сылдырлаған күміс бұлағы. Мал қамалмайды, әбден үйренген. Уақыты жеткенде өздері келіп, сауыны біткенше бітірамай, бырт-бырт күйіс қайырып тұра береді. Көкке тойған түлек шетінен күйлі. Міне, сауыншылардың соңғысы да сауып бітті. Жылдамдатып сүтін құйып, молоковозды аттандырып жатыр. Өздері ыдыстарын жуып, төңкеріп, желін жуатын ақ шүберектерін жайып, әлі қызу жұмыс үстінде. Бәрін біттік-ау деген кезде үстел басына жиналып, шайларын ішті. Күнделікті ауылдың әңгімесін айтып болғанда, мүмкін ауылдың кейбір келіншектері орындарынан жана тұрып, шаруаларына енді ғана кірісіп жатқандары ғажап емес-ау. Ардақты бұл аналардың осымен жұмысы бітіп демалатын шығар десеңіз, қателесесіз. Сауыншы әйелдердің көбінің ерлері жоқ. Түрлі себептерден о дүниелік болған. Тіршіліктің мехнатын сендер көріңдер, балаларды асырап жеткізіңдер дегендей. Әйелдердің иықтарына ауыр жүктерін іліп кеткен. Совхоз ормалығының шетіндегі шаппаларына жол жөнекей түсіп қалады. Көбі енді өз малдарына шөп шабуға, бала шағаларына көмекке аяндайды. Асыл аналардың қолдарында бір-бір тартпа. Жерлерін қолмен бірер күн шапса, 3-4 күні егер жаңбыр жаумаса күпәнаға салады. 20-ға таяса күпәналары кезектесіп бір-бірлеріне көмектесіп отауға үйеді. Осындай шаруада қара терге түсіп, жаздай қыстық шөптерін дайындайды. Қабаның табиғаты үнемі бір қалыпта тұрса жарайды. Ашық күндер тым аз, жаңбырлы қарлы суық күндер көп ақ. Бортты машина сынып қалған жағдайда самосвал болсын, трактордың тележкасы болсын, отырып алып жөнеле береді. Соғыс кезіндегідей бәріне шыдап көнеді. Қабаның тік қия жолдарынан қаншама рет аударылды, оған сан жоқ. Су ішкіліктері бар. Осындай ауыр тұрмыс кешіп жүрміз-ау деп ешқайсысы мойымайды.
Күн қайта машина үстіне шыға салысымен неше дауысқа сала ән шырқайды. Ал мейрам кездерінде бастары қосыла қалған сәттерде әсем әндеріне би мен қалжың сөздері араласқанда тура театрдың ішінде отырғаннан кем әсер алмайсың. Өздері де сауық құрып, елді де дүрліктіретін қайран абзал жандар. Совхоз бертін электродойка орнатты. Шаруа жеңілдегендей болды. Алайда көптеген асыл жандар о дүниелік болды. Аман жүрген ардақты аналарымызға иеліп бас иеміз. Сауыншы Жакиярова Әлпеш облыстық жарыстардың жеңімпазы. Үздік еңбегі үшін медалінің иегері Макыпова Татьяна, еңбегі сіңген балбармақ сауыншы. Сапабаева Камай, еңбек даңқы орденін алтын алқаның иесі. Кудрышева Сақыш, еңбек даңқы орденін иегері. Келенова Сақыпжамал, көп балалы ана. Испаева Сақыпжамал, алтын алқалы ана. Овчинникова Анна, Байбинова Күлзиға, Шахарова Ләзатбай, Дягилева Лидия, Шыбутова Сақыш, Бутабаева Нұржамал, Бибалинова Шайзада, Балтабаева Күлзиға, Овчинникова Рая, Касенова Ақбала, Мымбаева Беке, Жатқанбаева Калила, Кеукеева Ануар, Балтаева Камитай, Байбинова Мәнкібай, Нұрғалымова Тойған, есімді әйел еңбеккерлерді мақтан тұтамыз. Ел құрметіне бөленген абзал ана Бұршақбаева Бағдат Жан Сұлтан қызы. Құдай қосқан жолдасынан ерте айырылды. Көктемде қаба тасығанда айдаһарға ұқсатамыз. Бала шағаның көз жасына қарамастан кезегін келді ме дегендей. Байсейіт ағаны жанындағы досымен жұтты. Бағдат апай ыңғай ұсақ 5 баламен қала берді. Сүт кенжесі бесікте еді. Өмірде тоқтам жоқ. Өлген адамның сонынан жан бөлек болған сон ешкім өлмейді. Белін бекем буып, Бағдат апай да фермаға жұмысқа шықты. Таң еленнен түн ортасына дейін ұйқы дегенді білмеді. Сауыншылар фермада сүттерін өткізіп үйлеріне қайтқанда апай сүтті сепаратормен тарта бастайды. Ауылды жерде жарық үнемі болса жақсы, болмаса қолмен бұрап үйге таң ата қайтатын уақыттар болды. Қыс кездерінде сүт азайған уақытында бірнеше күн кілегейін жинап, шанаға флягаларды тиеп төсқайынға май заводқа жеткізеді. Күн аяз, боран соғып тұр деген сөз жоқ. Жолды бұза ма, шананың артынан жаяулай ма, әйтеуір жеткізеді. Көктем шыға сүт көбейе бастайды. Ол кездері молоковоз біздің түкпірге жете қоймаған. Жиналған сүтті 15-20 шақты флягаларды көлік айдайтын кісімен не трактордың тележкасына, не машинаның үстіне тиейді. Бағдат апай нәзік, талдырмаш жан еді. Қазіргі уақытқа дейін таң қаламын, қалайша иығына түскен ауыр жүкті көтеріп шыдаған. Ол кезде өзін мүлде ойламаған болуы керек. Балаларды жеткізу барлық мақсаты сол. Сол кездерде әке шешеміздің түсінігі бойынша орысша оқымасаң, болашағында жақсылық аз. Тіпті нан тауып жей алмай қалады деп ойлайды ғой. Мені болмай орысшаға Төсқайын мектебіне 4-ші сыныпқа берді. Екі ауылдың арасына қатынайтын көп көлік жоқ. Үйге деген сағынышым бір басылмайды. Келме деп ұрысқандарына қарамай, барғым келіп кетсе, тура жұма сайын май заводына жүгіремін. Ең жиі жүріп тұратын Бағдат апайымыз. 8-ші сыныпты тамамдағанша андығаным Бағдат апай болды. Қыс бойы екеуміз кілегей тасимыз. Қақаған аязға, үрген боранға қарамаймын, жанына алса болды. Атқа ауыр боласын, алмаймын деп айтпайды. Өрлерде жаяу жүріп, әңгімелесіп отырып қалай жеткенімізді білмей қаламыз. Көктем күз айларында жаңбырдың астында екеуміз бірге кузовта отырамыз. Күн қысқа кездерде қараңғы түсе шығамыз.
Орманда болған неше түрлі оқиғалар туралы, ағаштан көлікке секіретін құбыжықтар туралы әңгімелер есімізде. Сондықтан Бәзила қорқады деп кабинаға симасам, ол кісі менің жаныма отырады. Осылайша 5 жылдай. Бағдат апай маған екінші анамдай болып кетті. Жақсы көретінім соншалық, қашан келер деп сағынып, үнемі тосып жүремін. Егер қалып қалған жағдай болса, жылап еңіреп жаяу жетемін. Сондықтан сабақтан шықты ма деп, ол кісі де қарайлап тосып жүреді. Тамақтанған жерінен бірге тамақтанамын. Мені жанынан қалдырмайтын. Міне, бұл кісінің қайырымдылығын айтып жеткізу мүмкін емес. Жол бойы маған қаншама әңгімелер айтады. Дауысы өте тамаша. Қосылып жол бойы ән саламыз. Ертеректе шыққан естімеген талай әндердің көбін осы апайдан естідім. Маған қалжыңдап, бой жетіп бірдеңкеге жарасаң, маған көйлек кигізесің деп күлетін. Өзі сондай сымбатты, аяқ деген оқтаудай, бойында бір мін жоқ, нағыз қазақтың аруы. Апай, қандай сұлусыз, әлі жап-жассыз, тұрмысқа шықпайсыз ба, деймін қызығып. 5 баламен маған күйеу не қажет, балаларым жетсе болды деп мұнаяды. Қазіргі уақытта балалары ер жетті, ұлдары ұяда, қыздары қияда. Қыс айларында Өскеменде, балаларында болса, жаз шыға ауылға оралады. Осы мақаланы пайдалана отырып, Бағдат апайды және ауылда жұмыс істеп, бірге жасасқан замандастарын шын жүректен шуақты Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Аналарсыз бала өмірге келмейді. Сондықтан, ардақты аналар, көңілдеріңіз әрқашан көктем болсын, жүректеріңізде қайғы қасірет түспесін, ұрпақтарыңыздың арасында ұзақ өмір сүріңіздер. Төсқайын ауылы, 2009 жыл. Оқыған Хамитова Асфира Асымқанқызы.